Елімізде алғаш рет үздік баспасөз қызметі таңдалды. Маусымның 10 мен 21 аралығында өткен жасырын дауыс беруге бақ өкілдері қатысқан. Нәтижесінде орталық атқарушы органдардың арасында 2016 жылдың үздік баспасөз қызметі болып, еліміздің қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі таңдалды. Ал кәсіби мойындау арнайы номинациясын бас прокуратураның баспасөз хатшысы Ернұр Уәли жеңіп алды. Квазимемлекеттік компаниялар арасында үздік баспасөз қызметі мен Экспо 2017 ұлттық компаниясының салалық қызметі марапатталды. Жергілікті биліктің арасынан оқ бойы озық көрінген Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі болды. Бұған қоса баспасөз хатшыларының мағлұмат таратудағы шапшаңдығы сараланып, әріптестерінің арасында төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз хатшысы Руслан Иманқұлов топ жарды. Байқауды ақпарат және коммуникациялар министрлігі ұйымдастырды. Журналистер бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қалай дауыс берді, сондай деңгейде баспасөз қызметінің жұмысы бағаланды. Біздің бұқаралық ақпарат құралдарында құқық қорғау саласына көбірек материал жазылатыны байқалды. Менің ойымша мұндай байқау қажет, өйткені баспасөз қызметінің жұмысын оперативті және кәсіби деңгейін жоғарылатады деген ойдамыз.